Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіз білмейтін қызықтар арасында пайдалы ақпарат, тырнақты неге тістеуге болмайды екен. Ертеде бір кедей болыпты. Ол қанша еңбек етіп тер төксе де, еңбегі зая кете беріпті. Анда-санда бір қылса, шала байып қалады екен. Бір күні Медина шаһарында Мұхаммед деген Алланың елшісі барын естиді. Оған барып жолығуға бел байлайды. Ұзақ жол жүріп пайғамбарға келеді. «Я Алланың елшісі, мен бір байлыққа жарымай қойдым. Қанша тер төксем де еңбегім зая кетеді. Соның себебі неде?» деп сұрайды. Жігіттің бір жаман әдеті бар екен. Ол өскен тырнағын тісімен алып тастайды екен. Пайғамбардың алдында тұрғанда да сол әдетін қайталапты. Пайғамбар жігітті мазасыз халін көріпті де, оның басынан сипап: «Тырнақ тістегенді қой, бұл жаман әдет. Әділ Құдай сенің адал еңбегіңді жемейді. Адал кәсіптің құты мен берекесі отбасына дарығысы келеді. Бірақ мына жағымсыз әдетін оны үркітіп жібереді екен» депті. Жігіт кедейшілік себебінің сырын білген кезде таң қалады. Жаман әдеттен дереу тыйылады. Көп ұзамай ісі де алға басып, дәулетті адам болған екен. Егер ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.